Сәлеметсіздер ме? Бүгін бізде қонақта Бейбіт. Бейбіт, қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе Балжан? Қош келдік. Рахмет келгеніңізге. Бүгін бізде тақырып өрт туралы болады. Жалпы климаттың өзгеруімен қатар осы өрттердің де көбеюі болып жатыр. Бұның себебі неде? Қалай ойлайсыз? Жалпы климат өзгеріп жатқаны бәрімізге белгілі ғой, көрініп те жатыр, белгілі де, күнде жылып жатыр. Енді табиғи өрттердің көбею себебінің факторлары көп қой. Бұл жерде адами фактор да бар, жаңағы бытовой немесе техникалық жаңағы и климаттық осы факторлар бар, 3 фактор бар. Бірақ енді табиғи факторды алатын болса, бұл біріншіден климаттың өзгеріп, ауа райының жылуы, сосын екіншіден жаңағы құрғақшылық дегеніміздей, екіншіден мынау тектоникалық разломдардан, яғни әртүрлі газдардың жердің астынан шығуы, ол метан, жаңағы тағы да оттегі, сол сияқты газдардың жердің астынан көптеп бөлінуі, жердің бетіне шығуы. Соның салдарынан өрттер де көбейіп жатыр, өрттердің алқабы да көбейіп жатыр, және күші де көбейіп жатыр. Осы басты себептер жердің астынан жаңағы газдардың көптеп бөлінуі. Өйткені өрт қазіргі таңда, бұрын мысалы ормандар, дала өрті ғана болса, қазіргі таңда солтүстік аймақтарда қардың астынан да өрт байқалып жатыр қазіргі таңда. Яғни өрттің себебі бұл жердің қойнауында болып жатқан процестерге байланысты болып тұр ғой, солай емес пе? Иә, біріншіден жердің қойнауында болып жатқан процестер, енді адами факторлар өте көп емес. Бұл жерде адами факторлар көбіне байқаусыз да болады ғой, темекіде немесе тағы да ойнап жүріп от шығарады дегендей. Жаңағы ең бастысы осы жердің қойнауында болып жатқан табиғи өзгерістерге байланысты бұның барлығы. Соның салдарынан өрттерді сөндірудің өзі қиындап баратыр қазіргі таңда. Өйткені қазіргі таңдағы адамзатқа белгілі технологиялар бұл жердің астынан шығып жатқан газдармен жұмыс істеу, жаңағы сөндіру, соны технологиясы әзірге жоқ, былайша айтқан кезде. Сондықтан өрттер бұрынғыдай емес, күшті болып жатыр. Мысалы, жақында өздеріңіз көрген шығарсыздар, Турцияда болған өрттер, былтыр алдыңғы осыдан 1-2 жыл бұрын болған Гавайяда болған өрт салдары. Біздің өзіміздің Қазақстанда да мысалы былтыр Семейдің орманы өртенді, оның алдыңғы жылы Қостанай өңірінде орман өртенді. Оған дейін бізде бұндай өрттер болмаған екен. Қазақстан жаңағы статистикасын қарасам, 2018 жылдан бері осы 24 жылға шейін бізде Қазақстанда өрт 4 есе өскен екен. Алқабы да өскен, және оның жаңағы күші де өскен екен. Так, келесі сұрақ, әлемнің қай аймақтары климаттық осы өрттерге ең осал болып келеді? Қазіргі таңда әлемдегі бір аймақты өртке осал болып келеді деп айтуға мүмкін емес. Неге? Өйткені жаңағы осыған дейінгі сұраққа жауап бергендей, біздің жер анамыздың ішіндегі құбылыстарға байланысты жердің беті, бүкіл жері өртке осал деп айтуға болады. Тек қана мұхиттардан басқа, былайша айтқанда құрлық жер, тау болсын, жазық дала болсын, шөл дала болсын, барлық жерде де өрт қаупі қазір өте жоғары. Оның барлығы енді қалай айтсам екен, енді өзіміздің елмен ала берейікші, біздің өзіміз Қазақстанда тұрғаннан кейін, Қазақстанда алайық мысалы. Бұрын бізде Қазақстанда мысалы статистика, шамалы статистика бар. 2018 жылдарға шейін біздің Қазақстанда 300-400 дала өрттері болған екен. Жаңағы дала, орман, тау аймағындағы өрттерді алсақ 400-ге жуық. Қазіргі таңда 800-ден 1000-ға дейін болды. Және де оның жалпы жаңағы өлшемі, жер көлемі бұрындары 2400-ден 4000 гектарға шейін болса, қазіргі таңда 160-180 мың гектарға шейін көбейген, ұлғайған. Ондықтан осал ана жер, мына жер өрт болмайды, мына жерде өрт болады деудің қазір айтуы қиын, өйткені климат өзгеріп жатыр,
құрғақшылық одан бөлек құрғақшылықта кейбір жерлерде жауын шашын қатты жауып жатса, кейбір жерлерде құрғақшылық болып жатыр. Өрттерді сөндіруде қиындап баратыр, жаңағы көлемі де күші де өзгергеннен кейін сосын мынау кездейсоқ жел де күшейіп кетеді, жел де оған әсер етеді ғой өртке. Сондықтан қазіргі таңда негізі бүкіл жер бетінде қай жерде адамдар тұрады, сол жерлердің барлығында өрттерге осал деп айтуға болады. Тек қана адам тұрмайтын жерлерде ғана қауіп жоқ деп айтуға болады, өйткені ол жерде адам жоқ. Бізге өрт неге қауіп? Өйткені адамның өміріне қауіп болғаннан кейін сол жерлерде өрт болса, ол да бізге қауіпті. Яғни қай жерде адам көп тұрады, сол жер ең осал деп айтуға болады өртке. Яғни барлық жерде қай жерде адамдар тұрады, көбінесе мысалы үлкен қалалар ғой, енді өртке ең осал деп айтуға болады ол жерлерде. Өртте қалай болуы мүмкін? Мысалы қазіргі таңда жер сілкіністер де көбейіп жатыр ғой. Бір жер сілкінсе, мысалы қала бір қирап жатса, ол қалада қаншама инфраструктура бар, мысалы газ құбырлары, мұнай, жаңағы бензин, электр энергия, жаңағы көздері, атом электростанциялары бар. Соның барлығы жер сілкінісінен мысалы өртке әкеліп соғуы мүмкін. Ондай өрттерді сөндіру өте қиын. Мысалы атом электростанциясы өртенсе, өте қиын. Өзіміз білеміз, тарихтан мынау Чернобыль атом станциясы өртенген кезде қалай болды. Қаншама адам зардап шекті, әлі де зардап шегуде соның салдарынан. Мысалы мынау Түркменстанда ма бір далада кратер бар ғой, газовый кратер өртеніп жатқан, әлі күнге шейін неше жыл болды, сөндіре алмай жатыр. Сондай болуы мүмкін. Мысалы өйткені біздің қазіргі жердің бетінде ондай өндіріс орындары өте көп. Мұнай, газ өндіретін орындар көп. Егер олар өртенсе, әрине оларды өшіру, сөндіру өте қиын болады бізге. Сондықтан осы бастан ақырындап осы тақырыпты зерттеп, дайындалып, дайын болған дұрыс негізі, былайша айтқан кезде. Осы күннің ыстықтығы да өрттің сөндіруіне кедергі болады ғой. Ыстық температура өртті одан сайын жандырады, тоқтауға кедергі болады. Және сіз айтып кеткен жел, сосын жаңағы инфрақұрылымдағы жаңағы тоқ, электричество барлығы осы бірінен кейін бірі жаңағы жалғаса береді өрт. Егер біреуі тисе, келесіне барып тез арада біраз жерді өрт алып кетуі мүмкін. Яғни бұл жерде адамның факторлары да бар, және климаттың өзінің де жаңағы өрт болуына қауіпті болып тұр ғой. Екі жақтан да бар. Екі жақтан да, Жаңа айтып кеттіңіз, Қазақстанда үлкен өрт болды деп, Осы өрт болған кезде ауа райының ластануы, көмірқышқыл газының көп бөлінуіне қалай әсер етіп жатыр өрт? Адамдарға осы таза ауа жетіспей қалатын жағдайларда болып қалады, солай емес па? Солай, бұл өте жақсы сұрақ. Негізі өрт болған кезде өздеріңіз де білесіздер, бала кезден мысалы ошақтың, пештің жанында отқанда бір жағымсыз иіс болады, түтін болады немесе. Ол түтін біздің ағзамызға, адамдарға өте зиянды. Адам демала алмай қалады, жаңағы тұншығады, өйткені онда көмір қышқыл газынан басқа, тағы да басқа зиянды химиялық жаңағы элементтер болады. Сондықтан бізге ол өте ауыр, жаңағы интоксикация болады, бас айналу, жаңағы тұншығудан бөлек, в общем, адам біздің ағзамызға зиян, былайша айтқан кезде. Бізде мынау Қостанай өңірінде осыдан 2 жыл бұрын өрт болды ғой, 3 жыл бұрын. Өте үлкен орман алқабы өртеніп кетті. Сол кездегі жақын маңайдағы ауылдардан адамдарды эвакуациялану басталды. Біріншіден эвакуациялау жаңағы өрт жақын болуынан, екіншіден даже кейбір ауылдар бұл өрттен алыс болса да, бірақ жел бүкіл түтінді сол ауылдарға қарай бұрғаннан кейін, адамдар тұншыға бастағаннан кейін, сол ауылдардан да адамдарды көшірді. Өйткені адамның өмірі бұл бізге ең қымбат нәрсе ғой, адамның өмірі деген. Сондықтан
қандай да болмасын оқиға болса да біз біріншіден адамның өмірін құтқаруға тырысуымыз керек. Сол жерде мынау біздің айтып келетін жағдай жаңағы біздің МЧС-тің жұмыс істеуі дер кезде адамдарға қол көмегін беріп, адамдарды көшіріп, жаңағы медикалық көмек беру, жаңағы тағы да басқа көмектер беріп, адамдар сол аймақтардан көшірді. Ол орман өртенген кезде түтіннің жаңағы көмірқышқылдың газдың бөлінуі өте қатты көп болды. Мына видимость дейді орысша, немесе көру алқабы нулевой болды. Пожарныйлар, біздің өрт сөндірушілер, орманға кірген кейбір өрт сөндірушілер орманның ішінен сол түтіннің салдарынан жаңағы көрмей адасып жаңағы қаза таба жаздағандары да болды ішінде. Жаңағы өрттен бөлінген көмірқышқыл газдар әрине біздің атмосфераға да қатты зиян тигізеді, өйткені жалғыз Қазақстанда емес қой бұл болып жатқан жағдай бұндай. Бүкіл әлем бойынша өрттер саны көбейіп жатыр, өрт алқабы көбейіп жатыр. Сондықтан, яғни бұрын осыдан 30 жылғы статистиканы алсақ, өрттер 5-10 есе өскен бүкіл әлем бойынша. Яғни бұрын, мысал ретінде айтайын, тура ақпаратты білмеймін, жай түсінікті болу үшін, 1 тонна көмірқышқыл газ бөлінсе, қазіргі таңда 1 тонна емес, 5-10 тонна бөлініп жатыр. Және де оның өлшемі де, көлемі де ұлғайып жатыр жылдан жылға. Яғни біздің ауамыз мынау автокөліктерден, завод, фабрикалардан бөлінген көмірқышқылдарға қоса, мынау өрттен бөлінген көмірқышқыл газдарды көбейіп қосылып жатыр. Яғни ол да әрине біздің адамзатқа, денсаулығымызға зиян әкеліп жатыр. Тағы да естуім бар, осы қазіргі уақытта ағаштардың өздері бұрынғыдай оттегіні емес, керісінше көмірқышқыл газын бөліп жатыр деп естідім. Ондай ақпаратты да естідім мен де. Көмірқышқыл, енді оның себебін мен білмейді екенмін, неден олай болып жатқан. Бірақ ғалымдардың айтуы бойынша қазіргі таңда ағаштар, мына ормандар оттегін емес, көмірқышқыл газын көбірек бөліп жатыр дейді. Бұл жер анамыздың бір өзінше қорғану механизмі деген тұжырым болжам бар. Енді оны алдағы сәтте көре жатармыз, бізге дұрыс не бұрыс себебін тигізетін. Бірақ енді не болса да адамзатты осы туралы ақпараттармен бізге көбірек қамтамасыз етіп, яғни адамзатқа көбірек жеткізуіміз керек. Дайын болмасақ, ертең паника болып кетеді ғой, сол паника болмас үшін қазірден бастап дайындалу керек. Жалпы қазіргі уақыттағы болып жатқан өрттерге өрт сөндірушілердің жұмыстары төтеп бере ала ма, шамалары жете ме осы өрттерді сөндіруге? Енді бұл сұраққа қалай жауап берсем, былай қала ішінде болып жатқан өрттерге, мысалы пәтер, жаңағы бытовой тұрмыстық дейміз ғой, немесе өндірістік өрттерге төтеп бере алады. Ал мынау біздің далада болып жатқан табиғи өрттерге төтеп беру өте қиын. Өйткені біріншіден табиғи өрттердің алқабы өте үлкен болғандықтан, біздегі қазіргі таңда мынау өрт сөндірушілердің техникалық жағдайлары жетпейді. Мысалға алсақ, 100 000 гектар өртеніп жатса, 100 000 гектарға 1000 немесе 2000 дана единица техника керек. Ал қазіргі таңда біздің мынау қызметкерлерде, өрт сөндіру қызметтерінде ондай техника болмауы мүмкін. Мысалы бір ғана облыста Қостанай қаланы алсақ, бүкіл Қазақстанды алсақ, әрине шамасы келуі мүмкін, бірақ олар мына аймаққа жетеміз дегенше барлық уақыт өрт алқабы үлкейіп, одан да күшейіп кетуі мүмкін. Сондықтан табиғи өрттерге біздің қызметтік органдардың шамасы жетпейді деп ойлаймын. Өйткені бұл жерде тек қана оларға ғана жүктеп қоймай, жалпы сол аймақта тұратын адамдарға да көмектесіп, жаңа қол көмегін ұсынып, бірлікті көрсетіп, сөйтіп тоқтатпаса, құр ғана жаңа өрт сөндіру қызметі өздері сөндіре алмайды. Қалалардың ішінде болып жатқан өрттерге әрине төтеп бере алады. Өйткені көбіне болатын өрттер, мысалы бізде болатын өрттердің 70-80% ол жаңа өндірістік не тұрмыстық өрт болғандықтан, өрт сөндіруші қызметкерлеріне бұл таныс.
олардың тәжірибесі бар, тәсілдері бар өздерінің сөндіре алатындай, иә. Ал дала өрттері, орман өрттері немесе тағы да басқа таудағы өрттерге төтеп беру өте қиын. Өйткені оларда тәжірибе жоқ. Тәжірибе болса да өте аз, ол өрттер күнде бола бермейді. Жылына бір рет болса болды, болмаса ол да болмайды. Сондықтан табиғи өрттерге дайын болмауы мүмкін, ал басқа қала ішіндегі ауыл аймақтарындағы өрттерге дайын. Бірақ соның өзінде де біздің жаңағы мемлекетімізде бүкіл ауыл аймақтарда өрт сөндіруші станциялары жоқ қой, жаңағындай. Тек қана аудан орталықтарында бар, немесе қалаларда бар. Шағын жаңағы совхоз дейік, мысалы бұрынғыша колхоз, бөлімше отделенияларды алсақ, ол жерлерде ондай орындар, станциялар жоқ. Сондықтан бір ауыл аймақта өрт болса, өзім ауылда тұрғандықтан, мысалы білем, бұрын бізде көршіміздің үйі өртенген кезде бүкіл ауыл болып өрт сөндірушілер келгенше дейін өзіміз сөндіруге тырысқанбыз. Соның өзінде де біз тәжірибе болмағандықтан сөндіре алмадық. Қаладан өрт сөндірушілер келгенше дейін бір емес, 2-3 үй және қора, жаңағы сарай дегендей бір көшенің қора сарайлары өртеніп кеткен болатын. Қазіргі таңда енді оның барлығы экономикалық тұрғыға байланысты ғой. Біріншіден, енді болашақта жұмыс істеп жатыр ғой мемлекет, әрине. Бұл осыған қарай жаңағы бүкіл ауылды орындарда да өрт сөндіру станцияларын ашуға қазір міндеттеліп жатыр. МЧС-тің бүкіл техникасы жаңартылуда, жаңа техникалар, самолет, вертолет, немесе басқа да техникалар көптеп алынып жатыр. Оны өз көзіммен көрдім мен. Неге деп айтсам, осы жақында, осыдан бір 2 ай бұрын МЧС-тің не болды, бір соревнование болды. Сол бүкіл Қазақстан бойынша. Сол соревнованияда барған кезде жаңағы біздің Тобыл қаласында стадионында болды. Келген техникаларды көрген кезімде барлығы, бүкіл техника жаңа автобус, медикал, тағы да басқа өрт сөндіру машиналары, көліктер барлығы жаңадан екен. Сол жерде өзінің досымды кездестіріп қалдым. Сол досым МЧС-те жұмыс істейді екен. Оның айтуы бойынша соңғы 2 жылда біздің Қостанай және басқа да өңірлерде 50%-ға техникалар жаңартылған дейді. Әлі де жаңартылуда дейді. Өте біздің мемлекет былайша айтқан кезде қатты мән беріп отыр бұл жағдайға, осы өрт болсын, тағы да басқа болсын. Яғни техниканы жаңарту, персоналды оқыту, дайындау жағынан өте қатты мән беріп жұмыс жүргізіп жатыр біздің мемлекет. Оны айта аламын. Бірақ енді әрине қазіргі таңда жылдан жылға көбейген сайын бұндай өрт те көбейіп жатыр, жер сілкінісі де көбейіп жатыр жер бетінде. Әрине біздің мемлекетке де келуі мүмкін. Оған біз дайын болуымыз керек. Сондықтан ол органдардан бөлек адамдардың өздері де дайын болу керек. Ақырын шамалы болмаса да TikTok қарай бергенше кішкене интернетті ашып, осы өртке қалай төтеп беру керек екенін шамалы аздап оқып, қалай сөндіруге болады, қалай сөндірмеуге болады. Мысалы, кейбір отты сумен сөндіруге болады, ал кейбір отты сумен сөндіруге болмайды. Наоборот, ушықтырып жіберу мүмкін, иә. Кейбір өртті тұншықтырып өшіреді. Кейбір отты көбікпен өшіреді, кейбір отты мысалы топырақпен өшіреді дегендей әртүрлі тәсілдері бар. Сол тәсілдерді адамдардың өздеріне ең болмаса шамалы болса да интернеттен ашып оқып білген жөн. Тұрмыстық оттың өзін қалай сөндіру керек екен. Мысалы сковородкада май бірнеше қуырып жатқан кезде май өртенсе, оған су шашуға болмайды. Су шашса, ол май, қызып тұрған май жан-жаққа атылып, өрт одан да ушығып кетуі мүмкін. Ондай жағдайда мысалы сулы дымқыл орамалмен бетін жабу керек. Мысалы сол сияқты тәсілдерді қарапайым адамдар білмейді бізде. Осыны біліп, өзіміз ізденіп, біліп, дайын болуымыз керек. Сол кезде біз қандай да болмасын, өрт болсын, шамалы болса да дайын боламыз. Паника болмайды. Не істеу керек екенін білеміз. Ең бастысы бұндай жағдайларда қауіпті нәрсе ол паника ғой. Паника тудырмау керек. Сол паниканың салдарынан адамдар не істерін білмей сасып, бір-бірін таптап, топырлап, наоборот бір-біріне көмектесуден бөлек жаңағындай паникаға беріліп, қашып дегендей ушықтырып жібереді. Бір-біріне зиян жасайды.
Иә, бір-біріне зиян жасайды. Ал біздің адамдардың ең бастысы зиян жасамау. Көмектеспесек те ең бастысы зиян жасамау. Мысалы, келіп жатқан өрт сөндіруші қызметкерлеріне де зиян жасамай, солардың айтқанын тыңдап, былай тұр десе былай тұрып, кейбір адамдар болады, мысалы, дүниясын қимай, ананың ішінен адамды, өрттің ішінен адам суырып жатса да, ол өртке қарай жүгіріп жатады, мен анауын қойып қойды, назатын қойып қойды деп. Оны адам түсіну керек. Дүния ол дүния орнына келеді. Bir жыл болмаса да, 2 жыл, 3 жыл, 4 жылдан кейін ал сенің өмірің қайтадан орнына келмейді. Сондықтан ең бастысы зиян жасамау керек. Ондай жағдайлар туындаған кезде дайын болу керек. Аздап болса да өзіміз интернеттен ашып, оқып, біліп, шамалы болса да өртті зерттеп, кішкене дайын болуымыз керек. Сондықтан айтар кетерім, қаланың ішіндегі ауыл аймақтардағы өндірістік, тұрмыстық өрттерге біздің органдар дайын болса, табиғи өрттерге дайын болмауы мүмкін, өйткені ол жақта тәжірибе аз. Келесі сұрақ. Қазір біз енді 21-ші ғасырда өмір сүріп жатырмыз, иә? Енді адамзат дамып келе жатыр дегенде, соған сәйкес осы өртті сөндірудің де жаңа технологиялар бар шығар. Мен осы интернет желісінен бір байқап қалдым. Қазір осы дыбыс арқылы өрт сөндіруге болады деген осындай технология бар деп естідім. Сол қаншалықты рас? Оны қолданып жатыр ма? Бұл өте жақсы сұрақ. Негізі шамалы тоқтап кетсек, мынау маңызды принциптарына өрт сөндірудің және қандай технологиялар бар. Негізі өзі өрт сөндіру ол 4 принциптен тұрады. Біріншісі суыту, екіншісі ол изоляциялау, үшіншісі араластыру және төртіншісі химиялық әсермен баяңдату. Традиционный және осы қазіргі таңдағы технологиялар ол біріншіден жаңағы су, көбік, әртүрлі порошоктар, автоматикалық системалар, робототехника бар. Бұл робототехниканы современный осы заманауи технология деп айтсақ та болады. Мысалы, дрон, осы авиация, сосын жаңа жарылыспен сөндірудің де тәсілі бар. Сосын жаңағы соңғы жаңа технология, бұл енді еніп жатқан технология болғандықтан, қазіргі таңда бүкіл мемлекеттер қолданып жатпаған шығар, бірақ енгізіп жатыр ақырын-ақырын. Ол технология дыбыспен сөндіру технологиясы. Бұл технологияның принципі негізі звукты пайдаланып, жаңағы кислородтың оттегінің молекулаларына әсер етіп, жаңағы волна туындатып, былайша айтқан кезде лебіздер бір сондай лебіз туындатып, жаңағы оттегінің жаңағы кислородтың молекулаларына әсерін тигізіп сөндіретін технология. Ол қалай жұмыс істейді? Жаңағы дыбыстық қысым арқылы жаңа бір қысым тудырады. Соның салдарынан кислородты бөліп алып, яғни қалай жанады? Кислород болғандықтан жанады ғой. Оттегін бөліп алып тастау. Яғни оттегін ығыстыру арқылы оттың структурасын бұзады. Былайша айтқан кезде физикалық тұрғыда, бұл енді физикалық тұрғы, сол физикалық тұрғыда оттегін бөлу арқылы қысым тудырып, отты сөндіру. YouTube арнасынан да көрсеңіздер болады. Мен де 1-2 ролик көргенмін бұл туралы. Өте қызықты, қауіпсіз технология. Негізі бұл технология қазіргі таңда қатты дамыту керек сияқты. Осы технология жаңағы дала болсын, тұрмыстық болсын, немесе кәсіби басқа да қандай да болмасын өрт болса, өте маңызды технология деп ойлаймын бұл. Бұл болашақта бірінші орынға осы технология шығуы мүмкін. Өте қауіпсіз, ешқандай да судың да қажеті жоқ, пенаның да қажеті жоқ. Шамалы ғана кішкентай құрылғы, ол құрылғыны тасу да жеңіл, көп электр энергиясын да, қуатын да қажет етпейді. Өте керемет технология. Бұны дамыту керек деп ойлаймын. Негізінде мынау біздің МЧС пайдаланып, осыған назар аударып енгізе бастаса, өте жақсы болар еді. Өйткені бұны жаңағы робототехникамен біріктіріп, адам бара алмайтын жерге де жаңағыны роботпен, дронмен апарып сөндірсе де болады. Өте
қауіпсіз технология бұл былайша айтқан кезде. Суды да қажет етпейді. Өйткені мысалы қазіргі таңда сумен сөндіру тәсілі көп қой бізде. Ол мысалы бір 3 куб немесе 5 куб, әрі кетсе 10 куб су алып келеді жаңағы өрт сөндіргіш көлігі. Ол су таусылғаннан кейін қайттан барып, оны толтыру керек. Оны толтырам дегенше 1 сағат па бір уақыт кетеді. Ол қайтып келем дегенше де дәл сондай уақыт. Яғни бұл жерде уақыт үнемдеу біріншіден. Суды да үнемдеу. Қазіргі таңда су тапшылығы да бізде көрініп тұр ғой, иә. Соңғы 30 жылда 50%-ға азайған су, жаңағы тұщы су өзендер мен көлдер десек, 50%-ға азайып кеткен көлемі қазіргі таңда. И ол одан да ары қарай азайып жатыр. Сондықтан бұл технология өте керемет технология. Инновационный огнетушитель деп айтса болады. Бір адамда спокойно оны жемен еркін көтеріп жүріп сөндіре береді. Былайша айтқанда өте керемет технология. Иә, енді осындай түрлі технологиялар бар екен. Енді жалпы осы өрттің алдын алу маңызды ма, әлде өртті сөндіру маңызды ма? Қайсын қолға алу керек? Өте орынды, жақсы сұрақ. Негізінде өртті сөндіру емес, алдын алған, болдырмау маңызды шығар. Алдын ала дайындалып, өрт болдырмау сол өте маңызды деп ойлаймын. Өйткені өртті болдырмасақ, шығын да болмайды, басқа да бір қауіпті жағдай болмайды. Сондықтан алдын ала дайындалып, жаңағы оқып, зерттеп, құрғақшылық болып жатса, өрттің салдары, көбею салдары көп болатынын біліп, оны алдын ала далаларды, ормандарды жауып дегендей, немесе басқа да технологиялар көп қой, біз білмейтін. Мониторинг жасап, алдын ала болдырмаған дұрыс өртті. Өйткені шығын да көп болады. Осы климаттық жағдайда болып жатқан өрттердің көбісі жаңағы жердің астындағы метанның шыққан себебінен болып тұр ғой. Ауамен байланысып, сол өрт содан шығып жатыр емес пе? Иә, содан шығып жатыр. Кез келген жерде, жердің астынан жаңағы метан шығып өрт болып кету қаупі барлық жерде қауіпті дедіңіз, бағана айттыңыз. Демек, енді біз бұны алдын алу үшін қандай жағдай жасауымыз керек? Қарапайым адам, енді ғалым емес, күнделікті өзінің тіршілігін көріп жүрген жай адамдар не істеу керек алдын алу үшін? Мен енді маман бұл жағдай маман болмаған соң, өзім қарапайым адам ретінде өзіммен болып жатқан сияқты елестетіп жауап беруге тырысып қойын. Мысалы делік, мен үйде болмасын немесе бір жерде отырмын, иә, жаңағыдай жердің астынан метан шығып, өрт бола бастады, иә. Мен не істей аламын бұндай жағдайда? Біріншіден, мен қауіпсіздікті сақтауым керек. Өзімнің қасындағы адамдардың, жақын туысқандардың, достарымның, немесе көрші көлемнің. Сондықтан менің бұл жерде істей алатыным тек қана қолымнан келгенше әрине сөндіруге тырысып, егер ол сөнбей, наоборот, ушығып көбейіп жатса, ол жерден кету. Өрт болып жатқан жерден алыстау, жаңа көрші көлемді барлығын алып, алыстап кету. И мүмкіндік болса, жаңағы өрт сөндірушілер қызметтеріне звондап, айту осындай, осы жерде өрт болып жатыр, біз сөндіре алмадық, келіп көмектесіңіздер дегендей. Енді жердің астынан шығып жатқан метанды сөндіру өте қиын, өйткені метанды тоқтата алмайсың ғой жердің астынан шығып жатқан. Оны қазір сөндіргенімен ана жерден шығады, ана жерді сөндірсем, мына жерден шығады дегендей. Елесіздер, қыстың күні орман өртенді. Қыстың күні қардың астынан орман өртенді, мынау төмен жағында. Қалай болды дегенде адамдар өздері де білмейді. Қалай болған, не болған білмейміз. Қыстың күні орманның өртенуін біз бірінші рет көрдік деп сол кезде. Қардың астынан кәдімгідей бірінші бықсып шығады екен да, бықсып, жаңағы түтін болып, артынан кейін лап етіп өрт бола кетеді. Бірақ оны телевизорлардан айтпады ма білмедім. Сондай жағдай болды. Өйткені мен өзім ағаш саласында жұмыс жасағаннан кейін, Ресейден ағаш тасығаннан кейін ол жағдайды білем.
Ресейде қазір орман өртену дегені өте көп, қатты өртеніп жатыр. Бұрындары осыдан 7-8 жыл бұрын, 1-2 жылда ғана орман өртенсе, қазір жыл сайын орман өртеніп жатыр. Бұрын алдын алып, мысалы мамыр айының кезінде пожар опасный сезон деп орманды жабады оларды. Ешқандай адамды орманға кіргізбейді, ешқандай техниканы да кіргізбейді, жаңағы өрт болып кетуі мүмкін деп. Ал қазіргі таңда тек қана мамыр айы емес, круглый жаңағы жыл бойы, жаз болсын, күз болсын, қыс болсын, өрт шығып жатыр оларда. Бұл енді өте жақсы сұрақ. Жаңағыдай метан шығып өрт болып жатқан жағдайда не істейміз деп зерттеп оқып білу керек екен. Құр өрт емес, негізі тревожный чемоданчик дайын болу керек әр адамда. Өртке деген жаңағы өзіңе бір рюкзак, шамалы өрт болған жағдайда рюкзакты алып қашатындай, бір 2-3 күнге хотя бы жететін азық, документ, қаражат дегендей салып алып, көмек келгенше дейін немесе бір 2-3 күн шыдай алатындай, ең көп дегенде 1 апта, өйткені одан артық сен рюкзакқа сыйғыза алмайсың. Ең оптимально сол 3-7 күнге жететіндей азық, су, документ, рюкзакты толтырып дайын болу. Егер сондай жағдай болып жатса, өрт болып жатқан жерден алыстап кету. Алыстау, ара қашықтап бір алыс жерге барып отыру, қашыру дегендей. Өз өміріңді, басқалардың өмірін сақтап қалу. Бұл жерде ондай жағдай болған кезде біз ең басты түсінуіміз керек, ол біздің өміріміз. Ең қымбат нәрсе ол біздің өміріміз. Өйткені қалған нәрсенің барлығын қайтадан істеп алуға болады, сатып алуға болады дегендей, ал өміріңді сатып та алмайсың, жөндеп те алмайсың, істеп те алмайсың. Сондықтан шамалы болса да оқып, біліп, зерттеп, өзіңіз үшін не істеу керек екенін біліп, зерттеп алған дұрыс. Қазір ақпарат көп қой интернетте. Құдайға шүкір, 90-шы жылдар емес, интернет бар. Интернетте ақпарат көп. Іздесеңіз, балалар іздеген алдынан табылар дегендей, ізденіп білу керек. Сонымен қоса мен қосып айтып кеткім келеді, жаңағы алдын алу үшін осы адамдар осындай жағдайлар болып жатқанын біліп қана қоймай, алдын ала осы интернетті осы ақпараттарға толтырып, хабардар қылып, бір-біріне айтып, жаңағы жоғары жақтағы адамдарға жеткізіп, осындай мәселенің бар екенін жоғары деңгейде көтерсе, және ол алдын алу жағдайларына көмек тиеді деп ойлаймын. Сондықтан немқұрайлы қарамай осындай ақпараттарды міндетті түрде бөлісіп отыру керек. Дұрыс айтасың. Менің ойымша, бірақ біздің мемлекеттегі билік басындағы қызметшілер бұл туралы біледі, бұл ақпарат туралы дайындық жүріп жатыр. Дайындық болмаса, білмесе, жаңағы МЧС-тің техникаларын барлығын қайтадан жаңарту болмас еді. Неге осыдан егемендік алғалы 30 жыл Совет үкіметінің техникасымен жүріп, соңғы 2 жылда массовы жаңағы техникаларды жаңарту басталды, көбейту басталды, қызметшілерді қабылдау бастады. Одан бөлек естіген мынандай ақпарат бар, волонтерство жаңағы қосыпты. МЧС-қа біз волонтер болып тіркеле аламыз. Ондай да ақпарат бар, мысалы, өте жақсы ақпарат. Дайындық жүріп жатыр, бірақ біріншіден біз халықты ескертуіміз керек қой бұған. Біз қарапайым адамдар таңның атысы күннің батысы, жұмыс, кредит деп басымызды бүйтіп көтеріп жүрген жоқпыз, бүйтіп кеткенбізді барлығымыз. Сондықтан кішкене болмаса да өзіміз қарапайым халықты бірінші ақпарат. Халық ойлану керек дейсіз ғой. Халық ойлану керек. Өйткені біз халық көпшілікпіз ғой. Біз мынау жауапкершілікті биліктегілерге бұрып тастағанбыз. Біз соларды сайлады, солардың жұмысы, солар істеу керек дегендей. Ол дұрыс емес ол. Жауапкершілік әрқайсымыз өзіміздің қолымызда. Әр адам өзінің өміріне өзі жауапкершілігі бірінші орында. Сондықтан адамдар, қарапайым адамдар бірінші өзіміз қорғауды, дайын болуды, ақпараттандырып, осы ақпаратты таратуымыз керек өзіміздің арамызда. Сол кезде общественный резонанс туады. Общественный резонанс туған кезде міндетті түрде теледидар да қосылады, радио, басқа да ақпарат, бұқаралық ақпарат
жауапты органдар қызметтері қосылып таратады бұл жағдайды. Сондықтан біз бірінші жай қарапайым халықтың арасында таратуымыз керек. Өйткені қарапайым халық дайын емес. Көбіне жаңағы зардап шегетін қарапайым халық білмеушіліктен, ақпараттың соларға уақытында жетпегендігінен қарапайым халық зиян шегеді, зардап шегеді. Ал егер қарапайым халық дайын болса, ақпараттандырылып, сенсін, сенбесін, бірақ бір құлағымен есту керек. Сол кезде оннан бір бөлігі болса да, оның миында қалады ғой. Кезінде осындай ақпарат естіп, мынандай істеу керек екен, өрт болған жағдайда біз былай істеуіміз керек екен деген ақпарат шамалы болса да жазылып қалады. И сол кезде ол есіне түсіп, қалай жаңағы қандай действие жасау керек екені есіне түсіп, яғни дайын болады деген ойдамын. Жалпы енді келесі сұрақ, осы өрттер жалпы елдің экономикасына қаншалықты зиян тигізеді? Инфраструктура. Орынды сұрақ болған, экономикаға өте әсері бар, бұның қатты әсері бар деп айтуға болады. Неге? Оның барлығы былайша айтқан кезде расход қой. Қандай да болмасын, ол шығын. Шығын ол біздің қарапайым адамдардың, мынау біздің салықтан алынып жатыр, біз салық төлейміз. Сол салықтан біздің республикамыздың бюджеті құрылады. Сол бюджеттен жан-жаққа жаңаға бөлінеді, медицинаға бөлінеді, білімге бөлінеді, қауіпсіздікке бөлінеді, жалақыға бөлінеді, жаңаға дегендей. Өртке де әрине қаражат бөлінеді. Ол мысалы өрт болмаған жағдайда ол қаражатты үнемдеп біз басқа жаққа жұмсауға болады, Ал оны алдын алып, өртті алдын ала алмай қалсақ, яғни бір өрт көбейіп, күшейіп кетсе, оған қаншама қаражат жұмсалады. Бөлінген қаражат жетпей қалуы мүмкін, басқа жерлерден де қаражат бөліну қажет болады. Бізде көбіне волонтерство жаңағындай мемлекеттің бөлек, тағы да басқа үлкен бизнесмендер де ақша қаражат бөледі бұған, Міне аздап статистиканы қарасақ, 2018 жылдан бастап шығындар 59,1%-ға өскен екен. 417 миллиард теңгені құрапты. Осы жалпы қоршаған ортаны қорғауға, өрттен қорғаған жаңағы шығындардың көлемі жылдан жылға өсіп келеді екен. Мысалы, су 74%-ға су жұмсалған кезде, өртенген кезде суды 74%-ға жұмсау көбейген екен, мысалы. Тағы да басқа сол сияқты ақша теңгемен жаңағы ақшаның мөлшерін алсақ, қоршаған ортаны қорғауға өрт салдарынан жұмсалған шығындар көлемі миллиардпен есептегенде 17-ші жылдан 21-ші жылға дейін 50 миллиардтан 150 миллиардқа шейін өскен екен. Кейбір климаттық өзгерістерге байланысты 72 миллиардтан 83 миллиардқа дейін. Соның барлығын қоса есептегенде 417 миллиард теңгеге артқан екен. 417 миллиард теңге деген ойлаңызшы өзіңіз, қаншама ақша. Мысалы, ол ақшаны біз басқа да нәрселерге жұмсай аламыз. Қазіргі таңда медицина өте ауыр жағдайда біздің өрттен бөлек. Сондықтан өртті алдын алып болжап үйренген дұрыс бізге. Соның методикасын ойлап тауып, есептеу методикасын ойлап тауып, минимализировать ету, былайша айтқан кезде, өрттің салдарынан келетін шығынды минимумға жеткізу. Бізге сол салаға да сол жағдайға қарай бет бұрып, уақыт бөліп, көңіл бөліп, зерттеген дұрыс. Шығынды да азайту керек. Бірақ қазіргі таңда енді шығын да көбейіп жатыр, адам шығыны да, қаражат шығыны да көбейіп жатыр. Не істейміз енді оны? Ақпараттандырамыз, тек қана біздің қолымыздан келеді сол. Ана малдар өрттен пісіп жанып кеткен кездер бар ғой, мұны қаншама шаруалардың бізде ме? Біздің елде ма? Біздің елде де болды ма, точносын есімде жоқ, но
басқа елде болды ғой деймін, осы малдар кәдімгідей пісіп кеткен, жанып кеткен. Иә, ондай көп қой. Гавайда болған оқиға мысалы, иә, қаншама бір арал өртеніп кетті, қаншама мың бала соның салдарынан жоқ болып кетті, үсті сол өрттің салдарынан. Гавай деген бұл сонда қала ғой, иә? Арал, менің ойымша Гавай арал, иә, қала. Сол аралда жаңағы өрт болып, өртті сөндіре алмай қаншама шығын болды ғой Америка құрама штаттарында. Негізі Америка құрама штаттарында шығын өте көп. Жаңағы именно осы өрт саласында Ресей мемлекетінде де шығын көбейіп жатыр өрттен. Қытай, қандай да мемлекетті алмасақ та, бүкіл мемлекеттерде де шығын көп қазіргі таңда өрт салдарынан. Осыдан 10 жыл бұрын бұндай шығын болмаған шығар. Қазір жылдан жылға көбейіп жатыр салдары. Оның барлығы бізбен, менімен сен білеміз, иә, волонтер қызметін атқарып жүргендіктен, осындай зерттеп, осы тақырып, осы салада жүргендіктен менімен сен білеміз. Көбісі білмейді, өйткені оларға қызық емес бұл. Иә, біз сол үшін адамзатты қазір қарапайым халықты қызықтыра білуіміз керек осы ақпаратпен. Енді өкінішті әрине, жылдан жылға бұл көбейе береді, өрт те көбейеді, су тасқыны да, жер дауылы да көбейеді, жер сілкінісі де көбейеді. Провалдар бар. Иә, провалдар бар, жер опырылу, ол да бар. Жақында мысалы мен TikTok-тан көрдім, Таиландта ма жердің опырылғанын. Кәдімгі қаланың ортасында тура жер опырылып, какой-то бір минутта болған жоқ, қаншама жер опырылды да кетті. Қуаныштысы ешқандай адам қаза таппапты, сонысы қуантады әрине. Бірақ енді ондай жаңағы жер опырылулар әлемде көп қой. Көбісінің айтатыны жаңағы жердің астынан мұнайды көптеп сорып жатыр, газды сорып жатыр, соның салдарынан дейді. Жоқ, ол одан емес. Біздің ядро тұрақсыз болғандықтан, жердің ішіндегі ядро тұрақсыз болғандықтан дисбаланс, былайша айтқан кезде тұр, иә, вибрация болып жатыр. Соның вибрацияның салдарынан магма, мантия қайнап жатыр. Ол қайнағаннан кейін жаңағы ұмытып қалдым, бір взрывтар болып жатыр, кондукционный взрыв деді ме екен, сондай взрыв көбейіп жатыр. Оның салдарынан жердің опырылуы көбінен болып жатыр. Иә, осындай жағдайда мысалы Қазақстанда да осы өрт болған кезде көбісі айтты, бұлар өздері комментарияда, жаңағы сол туралы видеолардың астында комментарияда былай дейді, бұлар өздері өртті жасайды да өздері сөндіреді, жаңағы үкіметтің ақшасын алу үшін осының бәрін әдейі істейді деп. Осындай сообщениялар, жаңағы комментарияларда бар. Бұның барлығы енді қарап тұрсаң білмейтін комментариялар ғой, былайша айтқан кезде. Біздің, білмеймін, бізге бұл қалай қалыптасқанын, негізі негативный формат мышления көп қой бізде. Бірдемесе болмасын, оның барлығы әдейі істеліп жатыр, немесе анау харп дейді, адамдар климатический қару дейді. Сондайға сенеді да, бір қайдағы жоқ фантастика нәрселерге адамдар. Ал яғни нағыз нақты болып жатқан нәрсеге сенбейді. Жаңағындай жағдай болып жатса да айтатындары сол әдейі өртеді, әдейі өрт сөндіру керек, қаражат шығару керек дегендей. Менімше ол қате ой. Ондайға мен келіспеймін. Әдейі өртеу, ол бір жаңағындай учение болып жатса, мүмкін істеуі. Ал жайдан жай өртеп шығару, қазіргі таңда бюджет, тем более бізде бюджет тапшы болып жатыр ғой, ақшаны қайдан аларын білмей жатыр біздегі. Резервтан алып жатыр, ол резерв бір күн таусылады. Сондықтан әдейілеп істеп жатқан ештеме жоқ қазіргі таңда. Барлығы табиғи жағдай. Жердің жаңағы ішкі құрылысындағы болып жатқан өзгерістерден болып жатыр. Әлі де көп болады. Бұл тек қана басы, жылдан жылға 3 еселене береді бұл. Мынау климатический доклад бар, сол докладты оқыса адамдар көзін жеткізер еді ол нәрсеге. Енді біздің соңғы сұрақ, бұл жалпы енді осы өртке алдын ала адамдар дайындалу үшін қарапайым қандай әрекеттер жасау керек?
яғни жаңа біразын айтып кеттіңіз. Енді жалпы мектепте көрсетіліп жатқан бағдарламалар бар, солардың жаңағы ішіндегі информация бар, сонымен қоса тағы да айтылмай қалған ақпараттар болса, соны айтып жіберсеңіз. Ол өрт енді тілсіз жау ғой. Оның қалай және қай жерде қашан шығуын болжау қиын да. Пәтерде болсын, жұмыста болсын, басқа жерде болсын, өте қиын. Сондықтан өртке байланысты әр адам бір қысқаша мағлұматтар алып оқып білген дұрыс. Әр көлікте, үйде өрт сөндіргіш болу керек. Огнетушитель орысша айтқан кезде. Өрт ол адамның жаңағы өмірі мен денсаулығына, қоғам мен мемлекеттің мүдделеріне зиян келтіретін болғандықтан дайын болу керек. Бірінші айтып кеткенде өрт сөндіргіш болу керек. Өрт болған кезде не істеу керек, не істемеу керек екенін білу керек. Мысалы, өрт болған кезде өрт үстімізге тиіп, киіміміз өртеніп жатса, жүгірмеу керек. Өйткені жүгірген кезде ол өрт одан сайын ушығып қаттырақ жанады. Жүгіруге болмайды. Сосын үйде, мысалы, бірде-бір осы бөлмеде, бір ғимаратта болып жатқан өрт болып жатса, терезені ашып, есікті ашып, түтінді шығарам деуге болмайды. Өйткені ауа кірсе, ол одан сайын ушығады өрт. Оны білу керек. Лифтімен түсуге немесе көтерілуге болмайды өрт болып жатқан кезде. Баспалдақпен жаңағы сондай жерлермен түсу керек. Сосын үйдің ішінде өрт болып жатса, матаны сулап, өрт сөндіре алмаған жағдайда, өзіңіз сөндіре алмасаңыз, 101-ге звондап, қоңырау салып, жаңағы өрт сөндірушілерді шақыру керек. Олар келгенше дейін мүмкіндігінше жаңағы жуынатын бөлме болса, жуынатын бөлмеге кіріп, крандағы суларды ашып, сумен жан-жақты шашу керек. Матаны сулап, бетіңізге жауып тұншықпас үшін сулы матамен демалу керек дегендей. Осындай шамалы болса да қауіпсіздік шараларын қолданған жөн. Енді айта кететін болса, бұл көп қой. Бұл жағдайларды негізі балабақшадан, мектептен бастап оқушыларға айтады деп ойлаймын. Бұрын бізге де айтатын. Есімде қалғаннан айтып отқаным ғой. Қазір де айтып жатқан шығар. Бірақ анда-санда қайталап құйып қойған дұрыс миымызға. Әйтпесе ұмытып кететініміз бар біздің. Осындай шамалы болмаса да іс-шаралар жаңағы өрт сөндіргіш болу, көлік болсын, үй болсын, жаңағы не істеу керек екенін білу. Жаңағы терезелерді ашып өрт шығаруға болмайтынын білу керек. Роликтарда көріп жүрмін интернетте. Үйде бір бутылка суды қойып қойған, ана суға күннің көзі терезе арқылы түсіп тұр екенді, ол ары қарай қабырғаны күйдіріп жатыр, асыл сияқты ше, асылмен баяғыда күйдіріп жасап, сол сияқты жоқ жерден өрт пайда болады. Осындай жағдайлар тоже қазіргі уақытта күннің өте қатты ыстық болған себебінен пайда болып жатады. Сондықтан бұны да адамдар біліп, жаңағы осылай терезенің алдына осындай қауіпті болатындай жағдай жасамау керек деп ойлаймын. Өте айтылған нәрсе, иә. Бұны енді жай ғана қарапайым қауіпсіздікті көбіне біз ұмытып кетеміз ғой. Үтікті сөндіруді ұмытып кетеміз, газды өшіруді ұмытып кетеміз дегендей. Мысалы, алысқа кетерде үйде негізі газды өшіріп кеткен жөн. Газ болса әрине. Енді электр қуатын өшіре алмаймыз, өйткені әрқайсымыз үйімізде тоңазытқыш бар. Оны өшіріп кетсек, жаңағы азық-түлігіміз бұзылады дегендей, иә. Бірақ сонда да шамалы болса да жаңағы өтекті өшіру дегендей, газды өшіріп кету, жаңағыдай терезенің алдына бөтелкелерге суды құйып қоймау дегендей, сондай шамалы жаңағы кішкентай болмаса да қауіпсіздік ережелерін сақтаған дұрыс. Дұрыс айтасың. Жалпы рахмет сізге осылай бүгін келіп бар білген ақпаратпен бөлісіп жатқаныңызға. Өрт туралы біраз ақпарат айтылды деп ойлаймын. Сондықтан рахмет көп. Алдағы уақытта тағы да осылай ақпараттар беріп,
арнамызға келесіз деп ойлаймын. Сізге де рахмет. Енді білгенімше айтуға тырыстым, өзім білгенімді айтып, бөлісіп, басқа да адамдарға, осыны көріп отқан адамдарға өзінің септігін тигізеді деп ойлаймын. Ең маңыздысы септігін тигізіп, жаңағы қауіпсіздікті сақтауға көмектессе, осы айтқан, осы роликте, мысалы біздің подкастымызда айтылған ақпараттардың барлығы егер көмектесіп жатса, бір адамдардың немесе мүлкін қорғауға көмектесіп жатса, әрине біз қуаныштымыз оған. Ең бастысы септігін тигізіп, қауіпсіз жағдай туғызуға көмектессе болғаны. Бізге ең бастысы сол. Дұрыс айтасыз. Рахмет. Сау болыңыз. Рахмет, сау болыңыз.